2019 жыл. Бұл кезде заман тыныш, доллар әлі 500-ге жетпеген, ал бүкіл Қазақ елі боксшыларымыз Токиодан алтын алып келеді деп үміттеніп отырған кез болатын. Осындай көктемнің жаймашуақ күндерінің бірінде, ол кезде АқШты шулатып жүрген отандасымыз Мейірім Нұрсұлтанов өзінің 11-ші жекпе-жегін өткізеді. Біз бүгін тартысты өткен осы жекпе-жекке толығырақ тоқталып өтетін боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2019 жылы 24 наурызда Голливудта өткен болатын. Бұл кезде жасы 50-дің жарысына келіп қалған Мейірімнің АқШта сойқан салып жүргеніне 3 жылдай уақыт болып қалған еді. Ал оның қарсыласы 32 жасар пуэрторикалық боксшы Луис Эрнандес мансабында 23 жекпе-жек өткізіп, оның 7-інде жеңілген. Эрнандестің мақтай қоятында ештемесі жоқ, бірақ бульдог тұқымдас иттер секілді мығым денелі бұл боксшы соққыны жақсы тойды екен. Жекпе-жек бастала сала бульдог. Кешіріңіздер, Эрнандес алдымен оң қолды, содан соң сол қолды Мейірімнің бетіне былш еткізе салады. Бірақ қашанда салқын қанды отандасымыз бұл соққыларға міз бақпайды. Оң қолдың өтетінін сезген пуэрторикалық жылдамда сериялы соққылармен шабуылға шыға бастайды. Қарсыласты есептей бастаған Мейірім Эрнандестің келесі шабуылын іліп алып, өзі әдемі қарынды соққылармен күтіп алады. Раунд біткенше пуэрторикалық боксшы тағы да кенеттен соғатын оң қолмен бір-екі рет ұмтылғанмен, оның бұл жымысқы ойын түсініп қойған Мейірім енді соққы тигізбейді. He's not that old, he's just 20. Hernandez will not be intimidated. Definitely going to help him in this fight. Екінші раундта Эрнандес шабуылдан бастайды. Бірақ өзі қарымта соққыға түсіп қала жаздаған соң, бұл қауіпті ойынды қой, енді Мейірімнің шабуылын күте бастайды. Әзірше қарсыластың не ойы бар екендігін аңдамақ болған отандасымыз Эрнандестің қампайған қарнынан бір-екі рет қойып қалады. Раунд ортасында қайтадан жылдам шабуылға шыққан қарсыласын Мейірімде жылдам соққылармен күтіп алған соң, джеб арқылы бірден қашықтыққа шығып кетеді. That could speak to his amateur experience. Раунд соңына қарай қарсыласының соққысына басын бір шайқап қойған отандасымыз Эрнандесті бұрышқа тықсырып қойып, гонг дауысы естілгенше бір сабап алады. Үшінші раундта Мейірім қарсыласын джеб соққысы жететіндей қашықтықта ұстап, ара-тұра оң қолдың соққысын Эрнандестің шекесіне тартып жіберіп отырады. 4 or 5 punches, and then right now we had to adapt to Hernandez. You stand in front of Hernandez, you're playing to his strengths. That was a nice combination from Nursultanov's head, smiling at him, still talking. Hernandez is still looking for something. He's still trying to find ways to get to Nursultanov. Бұл раундта отандасымыздың мұрнынан қан кете бастайды. Шамасы бәріне кінәлі мына апперкот секілді. All right, round 4. Nursultanov. Төртінші раунд бастала сала бульдог. Тағы да кешірім сұраймын. Эрнандес қысым көрсете бастайды. Бұл жерде Мейірімнің блокпен өте сауатты қорғана алатындығын атап өту керек. Тек қорғанып қана қоймай, бұл раундта шабуылды да үдеткен отандасымыз Қазақ бокс мектебінің кәсіпқой рингте керемет жұмыс істейтіндігін көрсетеді. Бірақ мұрын құрғыр кішкене мазалап тұрған қараңызшы. Hernandez needs more than just one shot. Think about, especially Gachet and Ellis. But he didn't do enough to capitalize on those knockdowns. Blocking the shots. He's blocking some punches to his arms, but he's not. Nursultanov covers up and doesn't punch back. Offensively speaking. Oh, to Miriam. Look at his nose. I mean, he's not in my DNA, I guess. Being undefeated for 41 fights, I think that helped out a lot. Шамасы Эрнандес бұл жекпе-жектен соң мансабындағы ең үлкен гонорарын алатын секілді. Қанша соққы өткізсе де көңіл күйі өте жоғары. 5-ші раундты боксшылар күреспен бастайды. Бірақ одан ары қарай тез тіл табысып кеткен олар қайтадан бұрынғы арнаға түсіп алады. Мейірім мұрнынан аққан қанның тоқтамағандығы үшін дәрігер жекпе-жекті тоқтатып тастайды деп қауіптенді ме екен. Бұл раундта қарқынды күшейтеді.
But he looked of it. right. So this is great experience for him. He's got that bloody nose. Бірақ бүгін Эрнандестің көңіл күйін ештеме бұза алмайтын секілді. The referee won for that. That knockout. He could wear himself out. And we know who's who because they're wearing their flags on their. And I had to give him information. It's box, stick and move. We won this fight already. Try to catch him coming in. Try to catch him in the fight. He's starting to feel a little bit of fatigue, a little bit of wear and tear. He's still letting his hands. 6-шы раундты боксшылар асықпай бастайды. Бірақ раунд соңына қарай қарқынды күрт күшейткен Мейірім бірнеше ауыр соққыны қарсыласының басына шегелеп жібереді. That bloody nose is pretty bad. Осының алдында ғана күлімсіреп жүрген Эрнандестің күлкісі су сепкендей басылған секілді. Қарсыласын қазақ болса, тым көп күле берудің қажеті жоқ әрине. All right, here's round 7 of his last 2 rounds. He should just work his jab. Nice body work from the. We're not seeing a hard jab from Nұрсұлтанов right now. Those are some nice, varied right hand from Nұрсұлтанov. Delivers it straight. Piss off Meyірім, so that he's trying to set up as you look. But now we're watching 7-ші раундта да боксшылар соққылмаса бастайды. Жекпе-жек басталғалы өзін дос көңіл боксшы секілді ұстап жүрген пуэрторикалық боксшы реферидің стоп деген командасынан соң да жұдырығын жұмсақ қалатын әдеті бар екен. Сол үшін Эрнандестен тез арада бір ұпай алынады. Пуэрторикалықтың темірдей басы сыр бере бастаған секілді, үзіліске Эрнандес басын ұстаған күйі ойланып кете барады. Шешуші соңғы раунд ортасына дейін Мейірім асықпайды. You can learn from those, but you learn more from this because you got a durable opponent in front of you. This is how real boxing. Бірақ Эрнандестің кезекті шабуылын іліп алған соң, оң қолды қарсыласының құлақ шекесінен кигізіп жібереді. Those knees disappear. Say he's too high. Oh, good shot. That was behind the ear. Yeah, and that scraped the canvas. Body work from Nұрсұлтанov. Yeah, Meyірім fought a fight. Nұрсұлтанov and for referee Wayne Hedgepeth. He's had his work cut out for him, separating these guys. Осылайша Мейірім Нұрсұлтанов өте тартысты өткен жекпе-жекте төрешілердің бірауызды шешімімен жеңіске жеткен болатын. Отандасымыздың соңғы жекпе-жегіне қарап көпшілік жанкүйерлердің көңіліне күдік ұялағаны рас. Бірақ Мейірім АқШта жүрген шағында кез келген қарсыласының басындағы шаңын қағып беретін. Алла қаласа батырымыз чемпиондық жекпе-жекке АқШта дайындалып, бұдан да керемет өнер көрсетеді деп үміттенеміз. Достар, жекпе-жек ұнаса лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы. Ассалаумағалейкум қазақ ел. Жеңіс құтты болсын. Иншалла үлкен жеңістер әлі алдыда. Ассалаумағалейкум, бәріне сәлем. Наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақ ел.